Балалар, тіс жууп болыңдар, сендерге ертегі оқып беремін. Жарайды қазір анашым. Анашым, бүгін қандай ертегі айтып бересіз? Бүгін мақта қыз бен мысық туралы ертегі айтамын. Біздің сүйікті балапандар бізді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңдар. Олай болса, ертегімізді бастайық. Баяғыда бір кішкентай ауылда мақта қыз өмір сүріпті. Ол өте ұқыпты, еңбекқор қыз екен. Үйдің таза болып тұрғанын жақсы көреді екен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, еденнен кішкентай бір мейіз тауып алады. Мақта қыз мейізді бөлісіп жемек болып, мысығын шақырады. Мақта қыз мысығын шақырса келмей қояды. Мысық қайдасың? Мен мейіз тауып алдым. Мақта қыз ренжіп, Келмесең келме, дейді де мейізді өзі жеп қояды. Мысық болса таза ауада рахаттанып ұйықтап жатады да, мақта қыздың шақырғанын естімей қалады. Біраздан соң мысық келіп, мақта қыз, мені неге шақырдың? Мақта қыз үндемейді. Ендеше қатығыңды төгемін. Мысық ашуланып, мақта қыздың қатығын төгіп жібереді. Мақта қыз ашуланып, мысықтың құйрығын кесіп алады. онда мен құйрығымды кесіп аламын. Жоқ, мақта қыз, құйрығымды қайтарып берші маған. Алдымен қатығымды тауып әкел. Сөйтіп мысық жолға шығады. Мысық па? Иә, сосын сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Қарным аш, маған жапырақ әкел. Ағаш, жапырақ берші. Мен шөлдеп тұрмын, су әкел. Басы салбыраған, мысық енді не істеймін деп келе жатса, жолда қыздарды кездестіреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкелсең, саған су береміз. Маған сағыз берші. Маған жұмыртқа әкел. Мысық дән сұрамақ болып тауыққа барады. Маған жұмыртқа беріңдерші. Бізге дән әкел. Мысықын қазып жатқан тышқанды көреді де, бас салып оны ұстап алады. Үйіңде не бар тышқан? Үйімде бір остарым бар. Мені жіберші, мысық. Сол тарылардың маған әкеп бер. Тез бол. Тышқан тарысын мысыққа алып Мына тарыны саған берейін. Рахмет, тышқан. мысық рахметіп айтып кетіп қалады. Мысық тарыны алып тауыққа барады. Тарыны алып келдім, енді маған жұмыртқа бер. Ала ғой жұмыртқаларды. Мысық қуанып, дүкеншіге қарай жол алады. Мысық жұмыртқаларды дүкеншіге береді. Дүкенші болса мысыққа сағыз береді. Ал қыздар, сендерге сағыз алып келдім. Енді маған су беріңдер. Мысық болса суды алып ағашқа құяды. Көп рахмет мысық, жапырақтарды ала ғой. Рахмет, ағаш. Сиыр, саған жапырақтар әкелдім. Енді маған қатық бер. Рахмет. Сөйтіп мысық қатықты алып мақта қызға келеді. Мақта қыз қатығын алып қуанып кетеді. Мақта қыз, құйрығымды қайтарып бересің ба енді? Әрине, мысығым, ала ғой құйрығыңды. Енді олай тентек болма, жарай ма? Екеуі татуласып қайтадан дос болады. Содан бері олар бір-бірін ренжітпей тату-тәтті өмір сүріпті. Ал балаларым, сендер де бір-бірлеріңді әрқашан ренжітпей жүріңдер. Ертегі ұнады ма, балалар? Иә, анашым, өте қызық екен. Иә, анашым, өте қызық. Біздің кішкентай көрермендер бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда тағы да қызықты ертегілер айтып беретін боламын. Сау болыңдар.